бір айда бір баланы шығарып тастап, екінші айда бір баланы шығарып тастап, соңында үшеуі до конца жарысып, соның арасынан қалқандай кейін. Жалпы біздің магазинде қазір мен былай полный итогын қарасам, күніне 35 пен 50 штук аяқ киім арасында сатылады. Енді сендерде сменға 2-де 3 шығасыңдар, біздің сатушы тоже балдар бар да. Сол себепті сендерге мынандай кішкене дух соперничество болсын, бір аяқ киімнен 500 теңге. Зарплатадан бөлек. Кім сатады? Обязательно өзіне бір жұмысқа шыққанда қағаз алып шықсын, қағазға жазады. Мен бүгін New Balance 740 саттым, 41-ші размер, бір күннің несін. Каждыйың өздеріңе. Мен кешкісін есептеймін, қанша аяқ киім сатылған. Например, 35 аяқ киім сатылма, ол ақжандарға да қатысты, сендерге де қатысты. Аяқ киім қарауға келді, кім бірінші жақындады, спокойно и до конца обслуживать етті, кім сатты, сол өзін жазады. 10 000 теңге зарплата отдельно, обед и так төленіп жатыр. Одан бөлек бір аяқ киімге 500 теңге. Түсіндер ғой? Жалпы бұл видео қашан шығатынын білмеймін. Біз оның алдыңғы видеомызда сабақ қылып түсіндірдім. Аяқ киімді клиентке қалай обслуживать ету керек, қалай сату керек, қалай предлагать ету керек екені туралы біз кішігірім сабақ беріп кеттік, 1 сағаттық. Содан енді барлығың болдыңдар, үйрендіңдер деп ойлаймын. Ары қарай уже на импровизация, әркім өздерінің харизмаларын қосасыңдар, шешендіктерін қосасыңдар. 10 аяқ киім сатсаң 5 000 қосылады, уже 15 000, дұрыс па? Чем больше клиент обслуживаете, шығып кеткен клиент уже кетіп қалған 500 теңге. На самом деле 500 теңге ол аз болып көрінуі мүмкін. Бірақ та оның алдындағы практикада кеше Ақжан айтады ғой, ең көп зарплатым 48 000 теңге болды деді ғой. Сол кезде екі бала бізде күніне бір аяқ киімге 1000 теңге беретін тұғым. Бірақ зарплата жоқ. Күніне 100 аяқ киім, 100-ден де асырған күндер болды ғой, 100 аяқ киімге 100 000 теңгені екі сатушы бөлісетін тұғым. Қазір 500 теңге, потому что менде сатушы саны көп, дұрыс па? Мен одан да бөлек, мысалы, бүгін 4-еуің жүрдіңдер, 40 000 теңге зарплата бердім. Одан бөлек 10 000 ба, 12 000 обедке төледім, уже 50 000 кетіп қалды. Еще плюс 500 теңге мен қазір мен 50 аяқ киім беретін болсам, 25 000 қалтамнан шығады. Сонда мен күніне 75-80 000 теңге сіздерге жарататырмын. Былай айтқан кезде ше. Одним словом, балдарға задание берілді. Енді көрейік, кім саудаға жақын екен. Сол үшін біреулеріңе ояну керек. Біреулеріңе фокусты саудаға қою керек, басқа жаққа қарай емес. Сол үшін жігіттер, барлық нәрсе спонтанно болып қалуы мүмкін. Барлығын есептеп жүр. Все, тағы да. Ертең келесеміз. Давайте жеги. Ал давайте, ертең біреуің барлық саудадан жырып тұрып, менің қалтамнан 30 000 теңге кетіп қалдаршы. Беруге дайынмын, в общем.